Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен панчо тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың құрамына жемістер қосылып жасалатын болғандықтан, бұл торт өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық керек заттардың құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқамызға тұз бен қантты салып, оны осылай ағарғанша аппақ етіп, миксердің көмегімен шайқап аламыз. Енді құрғақ заттарымыз какао, ұн, қопсытқышты араластырып алып, бірінші бөлігін осы сұйық массамыздың үстіне салып, оны жақсылап араластырып, алдын ала дайындап алған сүтімізді құйып, оны да араластырып, екінші бөлік құрғақ заттарымызды салып, осының барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Сұйық майдың үстіне осы дайын болған тестамыздан 3-4 ас қасық құйып, оны алдымен өзін жақсылап араластырып, сосын қайтадан тестамызға құйып, осының барлығын жақсылап басып алмай араластырамыз. Дайындап алған формамызға қамырымызды түгел құйып, оны жайып, қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен коржды суытамыз, енді кремін дайындаймыз. Кілегейдің үстіне қант ұнтағын салып, оны миксердің көмегімен жақсылап бір араластырып аламын. Осы дайын болған кремнің үстіне қаймағымызды салып, оны лапатан көмегімен бір араластырып аламыз. Мен тортты осындай ыдысқа жинайтын боламын. Осы ыдыстың диаметрінен кішірек ыдысты алып, астыңғы коржын кесіп дайындап аламыз. Енді қалған корждарды осылай ұзынша етіп алдымен кесіп, кейін осындай кішкене көбектерге бөліп турап аламын. Біз салмасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде шие, жаңғақ және ананас керек болады. Дайындап алған ыдыстың ішін пищевой пленкамен жақсылап жауып аласыздар. Енді корждарымызды осылай кремімізге кішкене батырып, оны қасықпен алып салып, бірінші қабатын салып аламыз. Корждардың үстіне осылай басып, енді алдын ала дайындап алған жаңғағымызды және ананасымызды салып шығамыз. Кез келген ананасты қолдансаңыздар болады. Балғын түрін немесе осындай консервированный түрін қолдансаңыздар да болады. Ары қарай өстіп қатарынан қайттан корждарды салып шығамыз. Үстіне шиен салып шығамын. Қалған ананасты саламыз. Корждарымызды түгелімен салып, қалған кремді жағып, алдын ала дайындап алған коржымызды салып, оны басып, осының бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Біздің торт тоңазытқышта бір түн тұрды. Енді сыртын қаптайтын крем дайындайтын боламын. Сүзбелі ірімшікпен кілегей және қант ұнтағын үшеуін жақсылап араластырып, осындай крем дайындап алдым. Тортты қалаған ыдысқа жинасаңыздар болады. Бетіндегі пленкаларын ашып, осылай аударып, енді ыдысымызды алып, пищевой пленкадан босатып аламыз. Тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Алдымен мен жұқалап бір қабат қып жағып алдым. Содан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа салып, екінші қабатын жағып шықтым. Енді сіздерде торттарыңыз беті тегіс болып шығу үшін осындай кондитерлік ацетатный пленка деген болады. Сонымен жақсылап сыртын тегістеп шықсаңыздар болады. Дайын болған торттарыңызды осылай қалдырсаңыздар да болады. Немесе осылай шоколад жағып шықсаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен шоколадпен әсемдеп, оның бетіне грек жаңғағын үкітіп жағып қойдым. Міне достар, біздің панчо тортымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Сіздерге кесіп көрсетейін. Міне достар, біздің панчо тортымыздың кремі бойына сіңген, өте жұмсақ
және өз формасын өте жақсы ұстайды. Жемістерін көрсетілген мөлшерден көбірек қоссаңыздар, торттарыңыз одан да керемет болып шығады. Ананас тортқа бір ерекше керемет дәм береді. Достар, мен сіздерге осы тортты жасап көруге кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.